А сынып оқушылары Ролан Адлен, Серікбек Мағжан мектепшілік туған елге тағзым сайысында жүлделі бірінші орынға иеленіп, желілік сайысқа өткен болатын. Осы желілік сайыста өздерінің жобаларын өте жақсы жоғары деңгейде таныстыра отырып, үшінші орынға иеленіп, және осы желілік сайыста грант ұтып алған еді. Осы ұтып алған гранттарын қолдана отырып, проекттерін жетілдіру жұмысымен айналысып жатыр. Кешегі күні біз Курчатов қаласындағы ұлттық ядролық орталыққа барып қайттық. Яғни өзіміздің осы жобамызды қалай жетілдіреміз, қай жағынан жетілдіреміз, қандай кеңестер аламыз деген сұрақтар бізді мазалаған еді. Осындай бірнеше балаларда туындаған сұрақтар мен бізді қызықтырған сұрақтарды жан-жақты талдау жасай отырып, біз өзіміздің жобамызды ары қарай қалай дамытамыз, қалай жетілдіреміз, қай жағынан жұмыс жасау керек екені өзімізге кешегі күнге өте көп мәліметтерді алып келдік деп айта аламын. Біз осы жерде көптеген ақпараттарды алдық. Мысалы, Шаған көлін қарайтын болса, 20 метрге дейін ол таза көл болып саналады, бірақ та қалған 80 метр оның ішінде бізде стронций және де тритий секілді ауыр металдар бар. Сонымен қатар осы көл маңайында біз көптеген радиоактивті қалдықтардың бар екеніне көзіміз жетті. Біздің жобамыздың тақырыбы ол Шаған көлін радиоактивті қалдықтардан тазарта отырып, оны ауыл шаруашылығында қолдану. Біздің жобамыз жайлы қысқадан нұсқа айтып кетсек, яғни оның негізіне бізде аэрация, цеолит, сонымен қатар фильтрлеу бөлімдері кіреді. Яғни біз бұны көбінесе радиоактивті қалдықтардан тазарту үшін қолданамыз. Қазіргі кезде өздеріңіз білетіндей радиоактивті қалдықты заттар олардың ыдырауы спонтанды және кездейсоқ болып келеді. Біз оларды яғни физиологиялық процестер арқылы реттей алмаймыз. Сондықтан да біз жаңағы атап кеткен әдістерді және материалдарды қолданатын боламыз. Нәтижесінде көлдердің сулары тазарады және оның аймағындағы топырақтар құнарланып, біз ол жерде салада жұмыс істей аламыз және де мал шаруашылығында пайдалана аламыз.